Саламатсыз ба, құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев. Мен сізге Жамбыл облысы Көне Тараздан хабарласып тұрмын. Менің сізге айтар датым бар. Датты айтпас бұрын мен атам марқұмның 1913 жылға атамның айтып кеткен бір сөзі бар еді. Балам, ешқашанда патшаға қарсы сөйлемеңдер деп. Патшаны Алла тағайындайды деп. Сол Алла тағалам сізді тағайындап, патша қылыпты, тәжі кигізіпті. Құрметті Қасым-Жомарт аға, неге сіз бізді, әйелдерді, аналарды жасын 61-ге апарып қойдыңыз? Бізге 58 жасымызды қайтарып беріңізші. Біздің 55 жаста қазір ешқандай жұмысқа жарамаймыз. Біздің қазір замандастарымыздың өзі 60-ға жетпей қаншамасы өтінерлік болып кетіп жатыр. Қасым-Жомарт аға, 58 жасымызды қайтарыңызшы. Барлық нәрсе сіздің қолыңызда. 58 жасымызды қайтарып береді деп мен сенемін. Біз аналар саясатта жоқпыз. Біз сізге сенеміз. 58 жасымызды қайтарып беріңіз.